Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз әдемі гүлдер. Сабақтың мақсаты шағын мәтіндегі жиі қолданатын сөздердің мағынасын түсіну. Бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс байланыстырып, көркем жазу. Балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болыңдар. Есте сақтап, дәптерлеріне жазып қойыңдар. Түс, сыйлаймын, ұнайды. Қайталайық. Түс, сыйлаймын, ұнайды. Бірінші тапсырма. Тыңда, оқы. Қарашы, қандай әдемі гүл. Мен анама гүл сыйлаймын. Есте сақта. Мен сыйлаймын. Сен сыйлайсың. Сіз сыйлайсыз. Ол сыйлайды. Екінші тапсырма. Тыңда, толықтырып айт. Маған қызыл түс ұнайды. Мен қызыл гүл сыйлаймын. Маған сары түс ұнайды. Мен сары гүл сыйлаймын. Маған ақ түс ұнайды. Мен ақ гүл сыйлаймын. Үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Саған қандай түс ұнайды? Көгілдір, қызыл, сары, күлгін, көк, қызғылт, қызғылт сары. Ойнайық, түстерін тауып көрейік. Тексерейік. Қызыл түс құлпынай, жасыл түс алма, сары түс лимон, көк түс бокал. Төртінші тапсырма. Тыңда, оқы, үлгі бойынша айт. Ертең мектепте мереке болады. Мен мерекеде ән айтамын. Анама гүл сыйлаймын. Мен домбыра тартпаймын, асық ойнамаймын. Әдемі гүлдер. Мынау гүлдер әлемі. Қарашы, қандай әдемі. Қызыл, қызғылт, сары, көк. Әдемі гүлдер қандай көп. Авторы Шапағат. Тыңда, қайтала. Ың, дауыссыз дыбыс. Шаңғы, қоңыр, бәтеңке. Сенің атың кім? Менің атым Аңсар. Балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.